Hello my dear students, how are you? Сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ағылшын тілі 4-ші сынып Pupils Book кітабындағы 94-ші беттегі жаңа тақырыпты өтетін боламыз. Ең бірінші біздің орындайтын тапсырмамыз Exercise number 30, read and complete. Then listen and check. Бірінші оқушылар бұл тапсырмада оқып және толықтыруымыз қажет. Көріп тұрғандарыңыздай жоғарыда сарымен сөздер тұр. Сол сөздерді біз тиісті сөйлемдердің жанына қойып жазуымыз қажет. Бірінші оқушылар сөйлемдерді оқып аударайық. Kazakhstan is a country with many beautiful wild animals. One of them is a snow leopard. Қазақстанда жалпы әдемі сонымен қатар жабайы жануарлар өте көп дейді. Олардың бірі қар барысы дейді. Snow leopard деген қар барысы оқушылар. Snow leopards are amazing animals with white fur and black and gray spots дейді. Қар барысы өте керемет жануар дейді. Оның өзінің несімен дейді, ақ жүндерімен, fur деген және де сұр қара дақтарымен дейді. Яғни spots деген үстінде тұрған жолақтары, яғни дақтары деп айтаймыз. Өзінің сол керемет ерекшелігі, өзінің қара сұр дақтары және де әппақ жүні. They live in the, бұл жерге қандай сөз қоямыз? Mountains болады. Яғни mountains бізде таулар. They live in the mountains, олар тауда өмір сүреді, және in the forests of Kazakhstan, және де Қазақстандағы ормандарда өмір сүреді екен. In the past, people hunted them for their, бұл жерге fur деген сөзді қоямыз. Үшіншісіне or cut down the trees болады. So they didn't have a home дейді. Бұрында, яғни баяғыда адамдар оларды аулайтын болған. Олардың не үшін? Терісі, яғни жүндері үшін оларды аулайтын болған. Немесе дейді, олардың яғни ағаштарды шауып тастайтын болған. So they didn't have a home, сонымен олардың үйлері болмаған дейді. Ал қазіргі таңда дейді, but today the people in Kazakhstan are protecting the snow leopard and its home. That's fantastic дейді. Бірақ қазіргі таңда Қазақстан оларды қар барыстарын қорғауға алды дейді, яғни оларды қорғайды дейді, және бұл тамаша дейді. Одан кейін астындағы сөйлемдерді оқиық. Бұл жерде яғни қар барысы емес, ескерткіш, суреттегі ескерткіш жайлы айтылған. Бұл жерде де дәл осылай оқушылар 4 сөз тұр, сол 4 сөзді тиісті 4 сөйлемге қойып жазуымыз қажет. Ендеше кеттік оқиық. Stonehenge is one of England's oldest monuments. It's about 5,000 years old болады. Stonehenge Англиядағы, яғни Ұлыбританиядағы ескі монументтердің, ескі ескерткіштердің бірден бірі дейді. Ол 5000 жыл бұрын, яғни болған 5000 жыл бұрынғы ескерткіш, содан бері келе жатқан. But today it's in danger деп жазамыз бұл жерге. Бірақ ол қазір қауіпте деген. There are many roads and cars around Stonehenge, and the air pollution from the traffic damages this mysterious giant stones болады, яғни гигант тастар деген. Яғни гигант деген үлкен дегенді білдіреді, оқушылар. Stonehenge-де қазір көптеген көліктер, жолдар бар дейді. Сол көліктер, яғни осы жұмбақ, үлкен тастарды ауасын ластап жатыр дейді. Tourists must also be careful when they visit Stonehenge дейді. Сол жаққа барған туристер, адамдар, осы Stonehenge-ге барған адамдар сақ болуы қажет дейді. They mustn't drop litter or jump дейді. We must all try to save this wonderful monument дейді. Яғни қоқыс лақтырмау қажет, және де сағыздарды тастамау қажет дейді. Біз осы керемет ескерткішті қорғауымыз қажет дейді. Келесі орындайтын жаттығуымыз оқушылар read and complete. Exercise number 31. 31-ші жаттығу оқы және толықтыр деген. Яғни біздің 30-ші жаттығуға қатысты жаттығу бұл жерде былай деп тұр. Бірінші сұрақта snow leopards were in danger because,
яғни қар барысы қазір қауіпте дейді, не себепті. Солай біз не себебін осы жаңа 30-шы тапсырмадан қарап жазуымыз қажет. Біріншісіне былай жазсақ болады оқушылар. Because people hunted them for their fur and cut down the trees, so they didn't have a home деп. Екінші, Stonehenge is in danger because there are many roads and cars around Stonehenge, and the air pollution from the traffic damages this mysterious giant stones деп жазсақ болады. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше, see you next lesson. Goodbye, students.